Қайырлы күн, құрметті депутаттар және сессия қатысушылар. Ең бірінші баршаларыңызды мына келе жатқан үлкен мереке, ұлттық мереке, Наурыз мереке күнімен баршаларыңызды құттықтаймын. Ең бірінші тілейтін баршаларыңызға зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат, отбасыларыңызда тек қана құт береке болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бүгінгі аудандық мәслихаттың 11 депутатынан 31-ші кезектен тыс сессияға 10 депутат қатысып отыр. Оның ішінде бізде Zoom арқылы 4 депутат, кворум бар, сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Железин аудандық мәслихатының 8-ші сайланған 31-ші кезектен тыс сессиясы ашық деп жарияланады. Сессия жұмысына аудан әкімінің орынбасары Райхан Қайыржанқызы Усина, ауданның ұйымдары мен мекемелердің басшылары және барлық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі қатысады. Құрметті әріптестер, бүгінгі біз күн тәртібін бекітуіміз керек. Күн тәртібі қолдарыңызда бар. Күн тәртібі бойынша ұсыныстарыңыз бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Сонымен қатар бүгінгі күн жұмыс регламентін бекіту керек. Бүгінгі күннің регламенті бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Ұсыныстар мен ескертулерді жинақтап ұйымдастыру үшін бізге сессия хатшылығын сайлау қажет. Хатшылыққа 2 кісі сайлансын деген ұсыныс бар. Басқа ұсыныстар бола ма? Жоқ болса, нөмір 6-шы Михайлов сайлау округінен аудандық мәслихаттың депутаты Светлана Григорьевна Гиенко, мәслихат аппаратының ұйымдастыру бөлімінің басшысы Марина Зинулловна Садыкова. Хатшылықтың құрамы бойынша басқа ұсыныстар бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Енді күн тәртібін қарауға көшеміз. Бірінші мәселе бойынша сөз Дамир Әубәкірұлы Ағыбаевқа беріледі. Құрметті депутаттар, сессия қатысушылары. Ауданның 2025-2027 жылдарға арналған бюджет нақтылауы Қазақстан Республикасы бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына сәйкес жүргізіледі. Ағымдағы жылдың 6 ақпанындағы бюджетті түзету ескерілді. Жыл басындағы бюджет қаражатының бос қалдығы 29,7 миллион теңге сомасында қайта бөлінді. Қаражат аудан әкімінің 2024-2027 жылдарға арналған сайлауалды бағдарламасында көзделген іс-шараларды іске асыруға, сондай-ақ аудан әкімінің халықпен көшпелі кездесулерінің қорытындысы және азаматтардың өтініштері бойынша, оның ішінде ауылдық округ әкімдерін оқытуға 5,8 миллион теңге сомасында, жеңіс күніне қосымша төлемдер 3,6 миллион теңге сомасында, жер кадастрлық жоспарларды, жер шаруашылық құрылысы жобасын әзірлеу, жер учаскелеріне конкурстар өткізу туралы материалдар жариялау 4,5 миллион теңге сомасында. Аудандық маңызы бар Железинка, Веселая Роща, Мүңкіл жолтаптық учаскесін, Рубская, Ақтау, Майлы, Мүңкіл, Лесной, Ескара, Екшөк ауылдарындағы кірме және көше жолдарын орташа жөндеу бойынша 8,6 миллион теңге сомасына жол сапасына сараптама жүргізу. Сондай-ақ аудан бюджетінің шығыс бөлігінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің берген өтінімдеріне сәйкес бюджеттік бағдарламалар арасында қайта бағыттау жүргізілді. Енгізілетін өзгерістерді ескере отырып, аудан бюджетінің нақтыланған көлемі 3 миллиард 598 және оннан 3 миллион теңгені құрайды. Мәслихат шешімінің жобасы бойынша ұсыныстар бюджеттік комиссияның отырысында талқыланды. Мәслихаттың әлеуметтік экономикалық даму және бюджетінің тұрақты комиссиясы қарады. Баяндама аяқталды. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз? Дамир Вакирович, вот на постоянной комиссии я задавал вопрос по выделению средств на неровности, да, дорог сельскому округу. Вот, информацию мне дали, 3 миллиона 300 лимит на сельский округ дадите, да? Сельский округ им дали, а Железинский. Немного непонятен вопрос, что значит лимит. Вот, как мне Аким сельского округа объяснил, вот 3 миллиона 300 тысяч тенге дали деньги, лимит, как бухгалтер объяснил. И она теперь распределяет эти
деньги сельского округа там на ремонт обелисков и прочее, и на эти неровности где-то не хватило, чтобы положить по этой улице Чухана Валиханова. Я вам отвечу таким образом. Все, получается, затраты не текущего характера. То есть мы закладываем в бюджет все текущие расходы. Это содержание, это если касается благоустройства, там, это побелка, покраска и тому подобное. Что касается дополнительно новых устройств и знаков, это входит уже в новые расходы, которые рассматриваются дополнительно либо при уточнениях, либо при утверждении. Но в данном моменте при утверждении и при уточнении бюджетная заявка от сельского округа на данную, как вы говорите, там, неровность, да, она не подавалась. Они ее не подавали. Мы закладываем им при утверждении только лишь на текущие расходы. Вся дополнительная потребность, она уходит уже на уточнение. Вот я у него узнаю, он говорит, заявку подавали, говорит. Теперь выясняется, что вот это предписание наша полиция предписание не дала. Непонятно, вот этот круговорот какой-то вот. Один другому не дает и бардак начинается. В любом случае, если они даже будут подавать бюджетную заявку, они должны основания иметь под это. Сұрақтарыңыз бар ма басқа? Жақсы, онда отырамыз. Құрметті әріптестер, біз шешім қабылдауымыз керек. Сессияның шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Келесі сұрақты қарауға көшеміз. Келесі сұрақ бойынша бізде сөз Наталья Владимировна Тупицынаға беріледі. Жақсы, онда қараудың қажеті жоқ қой, онда отырыңыз. Жақсы, онда бұл сұрақ бойынша біз шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жақсы, онда кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші сұрақтар бойынша сөз Ерлан Сейітжаппарұлы Аужановқа беріледі. Құрметті депутаттар, аудандық мәслихат сессиясы қарауына келесі мәселелерді енгізуді және бекітулеріңізді сұраймын. Аудан мәслихатының 2020 жылғы 4 наурыздағы қылмыстық жазаны және қылмыстық құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жәрдемдесу жөніндегі, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтік өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі консультативті кеңесші органды бекіту туралы нөмірі 436-6 шешімге өзгерістер енгізу. Комиссия құрамына Мұғамар Ғұбайдолла Қуанышұлы, Железин ауданы полиция бөлім жергілікті полиция қызметі бөлімшесі бастығының міндетін атқарушы, келісім бойынша. Викторова Анастасия Станиславовна, Железин ауданы пробация қызметі бастығының міндетін атқарушы, аға инспекторы, келісім бойынша енгізілсін. Серикбаев Темирханова шығарылсын. Келісім. Железин аудандық мәслихатының 2022 жылғы 4 наурыздағы аудандық эвакуациялық қабылдау комиссиясының дербес құрамын бекіту туралы нөмір 124-7 шешіміне өзгерістер енгізу. Комиссия құрамына Руслан Калимолдинович Шитимиров, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс және жұмылдыру дайындығы жөніндегі бөлімінің бас маманы, топ мүшесі. Ғұбайдолла Қуанышұлы Мұғамар, Железин ауданы полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметі бөлімшесі бастығы, топ мүшесі, келісім бойынша. Адил Зайнуллаевич Садбеков, ауданның экономиканың нақты секторы бөлімі басшысының міндетін атқарушы, орналасу тобының басшысы, топ мүшесі. Виктория Викторовна Силина, ауданның кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің кәсіпкерлік секторының бас маманы, сауда, тамақ және киім-кешекпен жабдықтау тобының басшысы, топ мүшесі. Қуаныш Мұратович Баймамыров, Железин ауданы төтенше жағдайлар бойынша бөлімінің инженері, эвакуациялық қабылдау комиссиясының хатшысы, келісім бойынша болып енгізілсін. Кадыров Серикбаев, Кабиев Серикбаев, Ботабай шығарылсын. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй беру, жалдау және пайдалану жөніндегі тұрғын үй комиссиясының дербес құрамын бекіту туралы. Келесі құрамда комиссия бекітілсін. Нұрхан Алқамбекович Құлмағамбетов, аудан әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы. Арман Аблаевич Исин, ауданның экономика нақты сектор бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы. Комиссия мүшелері: Қанат Жұмабай Шайсақов, Железин ауылдық округінің әкімі. Маржан Кадырова Алшынбаева, аудан білім беру бөлімінің басшысы. Зәуреш Кабиденна Зайкенова, Железин ауданының ардагерлер кеңесінің төрайымы, келісім бойынша. Қайрат Ибрагимович Ибрагимов, ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы. Адилжан Рамазанұлы Манабаев, аудан әкім аппаратының персоналды басқару қызметі бөлімінің басшысы. Жанна Еркенна Мукашева,
аудан әкімі аппаратының мемлекеттік құқықтық бөлімінің басшысы. Адил Зайнуллаевич Садбеков, аудан экономика нақты сектор бөлімі басшысының міндетін атқарушы. Забира Калыкова Усенбаева, ауданның қаржы бөлімінің басшысы. Бірақ кісі ғана ауыстырыпты. Қалғандар Құлмағанбеттен басқа Исин Құлмағанбетов, Манабаев Олардың құрамынан шыққандардың орнына кіргізді. орнына енгізді. Жаңартылды тобы. Мемлекеттік басшылардың құрамы болды. Тұрғын үй беруге ережесіне байланысты сәйкес келеді. Бұл мен қанағаттанған жоқ. Тұрғын үй беру ережесіне сәйкес келеді комиссия құрамы. Сосын міне тағы да бір сұрақ, мынандай маған жауап берсіз, так, инвентаризация жилого фонда проводился в январе-феврале 2025 года по базе кезекті. Мен оны мазаны неттеп жоқ, оны аяқпен жүріп инвентаризация жасау керек. Сондықтан бұл жауапқа да мен қанағаттанамын жоқпын. Сондықтан хаттаманың ішіне кіргізіңіздер. Оны жеке қарастыру керек. Жақсы, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса отырыңыз. Жоқ, келесі мәселе. Тағы бір орын. Железин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 29 тамыздағы нөмірі 133-8 Железин аудандық жер комиссиясы құрамын және ережесін құру туралы нөмір 133-8 мынадай өзгерістер енгізілсін. Комиссия құрамына Мусагит Бексултанович Омаров, Павлодар облысы Железин аудандық кәсіпкерлер палатасы филиалының өкілі, комиссиясы мүшесі келісім бойынша. Азия Саятовна Исмаилова комиссия қатысшысы болып енгізілсін. Ашымжанов шығарылсын. Болды. Сосын Ерлан Тегжипов маған жауап беріп жүрсіз, Аманат партиясының төрағасы емес, депутат аудандық мәслихат депутатының атына. Жақсы. Соған жауап беріңіз. Жақсы, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса жақсы, отыруыңызды сұраймын. Құрметті әріптестер, бұл мәселе бойынша біз аудандық мәслихат сессиясының шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, оны дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Бүгінгі күн тәртібіндегі сұрақтардың бәрі қаралынды. Сессияны жүргізу бойынша ескертулеріңіз бар ма? Жақсы, онда барлықтарыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, қаламыз біз. Жақсы, қош сау болыңыздар.